Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге әйелдерге арналған қаржылық жоспар жайлы айтатын боламын. Қаржылық тәуелсіздік кез келген адамның, әсіресе әйелдердің өмірінде маңызды орын алатын ұғым. Әйелдер үшін қаржылық жоспарлау тек жеке бюджетті дұрыс басқару ғана емес, сондай-ақ болашаққа деген сенімділік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету болып табылады. Бұл бейнеде әйелдерге қаржылық жоспардың негізгі қағидалары мен оны құру жолдары ұсынады. Біріншіден, қаржылық мақсаттарды айқындау. Қаржылық жоспардың алғашқы қадамы мақсат қою. Әйелдер өз өмірінің әр кезеңінде түрлі мақсаттар қоя алады. Күнделікті қажеттіліктерге жұмсалатын қаржылық басқару, бала күтіміне арналған жинақтар немесе білім алу үшін қаражат жинау, үй немесе автокөлік сатып алу, зейнетақы үшін қаражат жинақтау. Бұл мақсаттар әйелдің өміріне сәйкес өзгеріп отырады, бірақ ең бастысы нақты мақсаттар қою және оған жету жолдарын белгілеу. Екіншіден, бюджет жасау. Әйелдер қаржылық тәуелсіздікке жету үшін бюджет жасауды үйренуі тиіс. Бұл үдеріс кірістер мен шығыстарды жоспарлауды қамтиды. Кірістерді талдау, ай сайынғы табысты есептеп, тұрақты кірістер мен қосымша табыс көздерін анықтау. Шығындарды басқару. Үй шаруашылығына жұмсалатын шығындардан бастап, әрбір жеке шығынды жазып отыру. Мұнда маңыздысы үнемдеуге тырысу және қажет емес шығындарды қысқарту. Үшіншіден, қаржылық қауіпсіздікке жинақтау. Әйелдер үшін қаржылық жоспарлау кезінде ең маңызды қадамдардың бірі жинақтау. Қаржылық қауіпсіздік үшін төтенше жағдайларға жинақ, күтпеген шығындар немесе жұмыссыздық жағдайында қаржылық қиындыққа ұшырамау үшін бірнеше айға жететін жинақ жасау. Зейнетақы жинақтары. Болашақта зейнетке шығатын қаржылық қиындықтарды болдырмау үшін зейнетақы жоспарына ақша салу. Нақты мақсаттарға арналған жинақ. Үй немесе көлік сатып алу сияқты үлкен мақсаттар үшін жеке есепшот ашып, ақшаны жүйелі түрде жинау. Төртіншіден, инвестиция жасау. Қаржылық жоспардың маңызды бөлігі инвестициялау. Инвестициялар әйелдерге ғана емес, барлық адамдарға қаржылық болашақ үшін маңызды мүмкіндік береді. Қарапайым инвестициялық құралдар. Пайдалануға ыңғайлы құралдарды таңдау, мысалы қор нарығы немесе жылжымайтын мүлікке инвестиция салу. Әртараптандыру. Қаржыны бір ғана құралға салмау. Әртүрлі активтерге инвестиция жасау арқылы тәуекелдерді азайту. Бесіншіден, қаржылық білім алу. Әйелдердің қаржылық сауаттылығын арттыру үшін кітаптар, онлайн курстар, семинарлар мен тренингтер арқылы білім алу қажет. Қаржылық сауаттылықты дамыту өз қаржысын дұрыс басқаруға, инвестиция жасауға және жеке қаржылық жоспар құруға мүмкіндік береді. Алтыншыдан, қарыздан құтылу және оны басқару. Қарыз әйелдердің қаржылық тәуелсіздігіне кедергі келтіреді. Қарызды басқару үшін қарызды тезірек төлеу, жоғарғы пайызды қарыздарды бірінші кезекте төлеу арқылы қаржылық ауыртпалықты жеңілдету. Қарызды бақылау. Қарыздың мөлшерін бақылау және оның қызмет көрсету шығындарын төмендету. Қорытынды. Қаржылық жоспар құру әйелдердің өмірінде тұрақтылық пен тәуелсіздікті қамтамасыз етудің маңызды қадамы. Мақсаттарды нақты қою, бюджет жасау, жинақтау, инвестициялау және қаржылық білім алу арқылы әйелдер қаржылық қауіпсіздікке қол жеткізе алады. Қаржылық тәуелсіздікке жету әрқайсының қолынан келеді. Тек дұрыс жоспар құрып, оған адал болу керек. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар кезет арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.